Армысыздар. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын факт-чек сайтында 2008 және 2017 жылдар аралығында педофилдердің артқанын дәлелдейтін материал жарияланған болатын. Ендеше сол кездегі педофилдердің санын еске түсіріп, дәл қазіргі таңда Қазақстанда қанша педофил бар екенін бірге тексеріп көрейік. Расымен мына кестеде педофилдердің жыл сайын өсіп отырғанын байқаймыз. 2008 жылы 170 болса, ал 2017 жылы 381-ге жеткен. 2019 жылы қыркүйек айындағы деректер бойынша кәмелет жасқа толмаған балаларға қарсы 589 қылмыс саны тіркелген, ал полицияда тіркелген педофил саны 1350-ге жеткен. Бұған дейін елімізде алғаш рет 4 педофилге кастрация жасалды. Одан бөлек заң бойынша кәмелет жасқа толмаған баланы зорлаған үшін 20 жылға немесе өмір бойы бас бостандығынан айыруы мүмкін. Мысалы, басқа елдер жайлы айтар болсақ, Қытайда адамға қатысты зорлау жасалса, өлім жазасына тартылады. Индияда да дәл солай, бірақ өлім жазасы 12 жасқа толмаған балаға зорлық жасалса ғана қолданылады. Қырғызстанда 5 жылдан өмір бақи бас бостандығынан айыру мүмкін. Иранда да Қытайдағыдай өлім жазасы қолданылады. Францияда 20 жылға дейін бас бостандығынан айырып, одан бөлек зорлық жасауға талпынғанның өзінде 5 жылға сотталып және 75 000 евро айыппұл төлейсіз. Назарларыңызға рахмет. Факт-чек сайтын оқып, пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар.